Бүгін бізде түрік тілінің 5-ші сабағы. Мына жерде түрікше сөздер жазылған, және мына жағында біз соған сәйкес суреттерді сәйкестендіруіміз керек. Ең біріншісі аннелер күні деп тұр, яғни бұл аналар күні деген сөз. Енді мына жерде сәйкесінше ол 4 келеді, себебі аннелер күнін құтлы олсын аннәжейім деген. Енді екінші бұл хасталық. Хасталық деген ауру, geçmiş olsun, яғни тезірек жазылып кет. Яғни хасталыққа 2 келеді. Байрам деген мереке. Байрамыңыз құтлы olsun деген келеді. Яғни байрамға 1. Одан кейін дүгін. Бұл жерде той. Оған 6 келеді. Яғни сонсыз mutluluklar. Бұл деген шексіз бақыт тілеймін деген. Одан кейін келесі doğum күні. Яғни бұл туған күн. Оған 5 келеді. Doğum günün kutlu olsun деген. Және yeni yıl, яғни бұл жаңа жыл. Оған 3 келеді. İyi seneler деген. Яғни бұл жаңа жылмен деген.